Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер? Қайта қауыштық. Мен Гүлназ дәрігер. Бүгін біз жүктілікті жоспарлайтын, немесе жай ғана өз циклін жақсы білгісі келетін әрбір әйелге қажет тақырып туралы сөйлесеміз. Овуляция. Біз бұл сөзді жиі естиміз, бірақ оны нақты қалай анықтауды көп әйел білмейді. Ал бұл өте маңызды. Себебі овуляция бұл сіздің жүктілік мүмкіндігіңіздің кілті. Бүгін мен сізге мынаны айтамын. Овуляция дегеніміз не және ол қашан болады? Оны қалай анықтауға болады? Бірнеше әдіс бар. Қандай белгілерге назар аудару керек? Овуляция болмаса не дегенді білдіреді? Және ең бастысы, овуляция болмаса не істеу керек? Дайынсыз ба? Бастайық. Алдымен овуляция дегеніміз не? Овуляция бұл аналық безден жетілген жұмыртқаның бөлінуі. Цикл ортасында болады. Жұмыртқа жолына шығады. Сонда сперматозоидпен кездеседі, ұрықтанады. Ұрықтану болса, жатырға жетіп бекінеді, жүктілік басталады. Ұрықтану болмаса, жұмыртқа 24 сағат ішінде ыдырайды. Цикл жалғасады. Қашан болады? Орташа 28 күндік циклде 14-ші күн шамасында. Бірақ бұл орташа. Циклдың ұзақтығына байланысты өзгереді. Жалпы ереже овуляция келесі циклдың басталуынан 14 күн бұрын болады. Яғни цикліңіз 30 күн болса, овуляция 16-ші күнде болады шамамен. Цикліңіз 25 күн болса, 11-ші күнде. Овуляция бір күн ғана бола ма? Жұмыртқаның бөлінуі бір ғана күн. Бірақ ұрықтану мүмкіндігі бар терезе кеңірек. Себебі сперматозоидтар жатырда 3-5 күн өмір сүре алады. Сондықтан овуляцияға дейінгі 5 күн плюс овуляция күні 6-7 күндік құнарлы терезе болады. Енді овуляцияны қалай анықтауға болатынын айтайын. Бірнеше әдіс бар. Мен олардың барлығын ретімен түсіндіремін. Бірінші әдіс күнтізбе әдісі. Ең қарапайым, бірақ ең дәл емес әдіс. Циклдеріңізді бірнеше ай бойы жазып отырасыз. Орташа ұзақтығын анықтайсыз. Содан кейін келесі циклдың басталуынан 14 күн алып тастап, овуляция күнін шамалайсыз. Кемшілігі, цикл тұрақсыз болса, бұл әдіс дәл болмайды. Екінші әдіс базальды температураны өлшеу. Бұл өте дәл, бірақ көп уақыт пен тұрақтылықты талап ететін әдіс. Қалай жасалады? Әр таңертең тұрмай тұрып, бірдей уақытта ауыз қуысынан немесе тік ішектен температураны өлшейсіз. Арнайы базальды термометр керек. Ол өте сезімтал. Овуляцияға дейін температура төмен болады. Шамамен 36,2-ден 36,5-ге дейін градус. Овуляциядан кейін прогестерон көтеріледі. Температура 0,3-ден 0,5-ге дейін градусқа көтеріледі. 36,7-ден 37,0-ге дейін градусқа дейін. Бұл көтерілуді көргенде овуляция өтіп кетті дегенді білдіреді. Яғни, бұл әдіс овуляцияны алдын ала көрсетпейді, тек өткенін растайды. Бірнеше ай жазсаңыз, заңдылықты көресіз. Үшінші әдіс овуляциялық тест жолақшалар. Бұл дәріханада сатылатын тестілер несетте лютинизирлеуші гормонды, яғни ЛГ-ні анықтайды. ЛГ деңгейі овуляцияға 24-36 сағат қалғанда күрт көтеріледі. Бұл ЛГ жарылыс деп аталады. Тест осы жарылысты көрсетеді. Қалай қолданамыз? Циклдың ортасынан бірнеше күн бұрын бастап, күн сайын тестлейсіз. Тест 2 жолақ көрсетсе, 24-36 сағат ішінде овуляция болады дегенді білдіреді. Дәл осы кезде жыныстық қатынас жасау жүктілік мүмкіндігін арттырады. Төртінші әдіс жатыр мойны шырышын бақылау. Мен бұл туралы алдыңғы видеода айттым. Овуляция алдында шырыш мөлдір, созылғыш болады. Шикі жұмыртқа ағы сияқты. Бұл құнарлы шырыш деп аталады. Овуляциядан кейін шырыш тығыздалады, азаяды. Шырыштың сапасын күнделікті бақылау арқылы овуляцияға жақындағаныңызды біле аласыз. Бесінші әдіс овуляция белгілерін бақылау. Дене сізге сигнал береді. Қандай белгілер болады? Бір жақ астында жеңіл сырқырау сезімі, миттельшмерц деп аталады. Кеуденің сезімталдығы артуы, либидоның артуы. Бұл табиғат жасаған механизм, дене жүктілікке дайын екенін білдіреді. Кейбіреулерде жеңіл дақтанулар. Алтыншы әдіс ультрадыбыс мониторингі. Бұл ең дәл әдіс, бірақ клиникада жасалады. Дәрігер бірнеше күн бойы фолликулдың өсуін ультрадыбыспен бақылайды. Фолликул жетілген өлшемге жеткенде овуляция жақын дегенді білдіреді. Бұл әдіс негізінен бедеулікпен жүгінген немесе ЭКО дайындалатын әйелдерге қолданылады. Жетінші әдіс қан анализі.
Прогестерон деңгейін цикліңіздің 21 күнінде тексереді, шамамен 28 күндік циклде. Прогестерон жоғары болса, овуляция болғанын растайды. Енді ең маңызды бөлімге кетейік. Овуляция болмаса не дегенді білдіреді? Овуляция болмауын медицинада ановуляция деп атайды. Бұл әйелдердің жиі кездесетін мәселесі. Кейбір циклдерде ановуляция болуы норма. Жылына 1-2 рет овуляциясыз цикл болуы мүмкін. Бұл алаңдатпайды. Бірақ тұрақты ановуляция болса, бұл назар аударатын белгі. Ановуляцияның себептері қандай? Бірінші, СПКЯ, яғни поликистоз аналық без синдромы. Бұл ановуляцияның ең жиі себебі. Гормондық тепе-теңдік бұзылады, аналық безде жұмыртқаны дұрыс жетілдіре алмайды. Екінші, тиреоид безінің мәселелері. Гипотиреоз немесе гипертиреоз циклге овуляцияға тікелей әсер етеді. Үшінші, пролактин жоғары болуы. Пролактин гормоны овуляцияны басады. Төртінші, артық немесе жеткіліксіз салмақ. Май тіні де, оның жеткіліксіздігі де гормондық тепе-теңдікке әсер етеді. Бесінші, созылмалы стресс. Стресс гормондары репродуктивтік жүйені сөндіруі мүмкін. Алтыншы, шамадан тыс спорт жүктемесі. Профессионал спортшыларда жиі кездеседі. Жетінші, авариальды резервтің азаюы. Жасқа байланысты немесе ерте климакс себебінен. Сегізінші, кейбір дәрілер. Овуляция болмаса қандай белгілер болады? Цикл тұрақсыз болады, кейде кешігеді, кейде ерте келеді. Цикл өте ұзақ немесе өте қысқа болуы мүмкін. Кейде менструация мүлдем болмайды. Базальды температурада көтерілу байқалмайды. Жатыр мойны шырышында өзгеріс болмайды. Және ең бастысы, 6 айдан 1 жылдан астам жүктілік жоспарлап жатып, нәтиже болмауы. Овуляция болмаса не істеу керек? Бірінші қадам – дәрігерге бару. Гинекологқа немесе репродуктологқа. Себепті анықтау маңызды. Өзіңіз диагноз қоймаңыз. Қандай тексерулер тағайындалады? Гормональды панель, ФЦГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон, пролактин, тестостерон, тиреоид гормондары. Ультрадыбыс, аналық бездердің құрылымын, фолликулдарды бағалау үшін. Кейде АМГ анализі, авариальды резервті бағалау үшін. Себепке қарай ем тағайындалады. СПКЯ болса метформин, кейде гормональды реттеу, салмақты жою. Тиреоид мәселесі болса эндокринологпен бірге тиреоид гормонын реттеу. Пролактин жоғары болса пролактинді төмендететін дәрі. Артық немесе жеткіліксіз салмақ болса салмақты қалпына келтіру. Кейде бұл жалғыз өзі овуляцияны қалпына келтіреді. Жүктілікті жоспарлайтын әйелдерге овуляцияны ынталандыратын дәрілер тағайындалуы мүмкін. Кламифен немесе летразол ең жиі қолданылатын дәрілер. Олар аналық бездерді ынталандырады, фолликул жетілуін ынталандырады. Дәрігердің бақылауымен қолданылады, себебі дозасы дұрыс болмаса, бірнеше жұмыртқа бірден жетілуі мүмкін. Маңызды кеңес. Өмір салтын жақсарту кез келген емнің негізі. Стрессті азайту, жеткілікті ұйқы, дұрыс тамақтану, шамадан тыс спорт жүктемесін азайту, салмақты қалыпқа келтіру. Бұлар көп жағдайда овуляцияны табиғи жолмен қалпына келтіреді. Қашан дереу дәрігерге бару керек? 6 айдан 1 жылдан астам жоспарлы жыныстық өмір кезінде жүктілік болмаса. Циклдеріміз тұрақты түрде өте тұрақсыз болса. Менструация мүлдем тоқтап қалса. Овуляцияны бірнеше әдіспен бақылап, бірнеше ай қатарынан анықтай алмасаңыз. Қорытынды айтайын. Овуляцияны анықтаудың бірнеше тиімді жолы бар. Базальды температурадан бастап тестілерге дейін. Овуляция болмауы кездейсоқ нәрсе емес, оның нақты себептері бар, және ол себептердің көбі емделеді. Ерте анықтап, дәрігермен бірге жұмыс жасасаңыз, табиғи жолмен немесе емнің көмегімен жүктілікке қол жеткізу мүмкіндігі жоғары. Осы видео сізге пайдалы болса, лайк басып қойыңыздар, каналға жазылыңыздар, комментарийде жазыңыздар, циклдеріміз тұрақты ма, овуляцияны қалай бақылайсыздар, бөлісіңіздер, басқа әпке-апаларға пайдалы болады. Жүктілікті жоспарлайтын дос құрбыларыңызға, әпкелеріңізге осы видеоны жіберіңіздер. Аман болыңыздар, денсаулықтарыңыз мол болсын. Мен Гүлназ дәрігер, қайта кездескенше.